Сәлеметсіздерме балалар, тәжірибе алаңына қош келдіңіздер. Мен сіздермен бірге Гүлжамал Чаканбаевна. Сәлеметсіздерме, мен Нұртас Төлеген оламын. Жарайсың, Нұртас. Олай болса, біз бүгін тәжірибе алаңында магниттің қасиеттерін зерттейтін боламыз. Бізге керек құралдарды таныстырып өте ғой. Бұланда шегелер, ұшақ шегелер, батарея, қағаз қыстырғыштар, желім, қалам, резинка. Жарайсың, Нұртас, өте тамаша. Олай болса, біздің алдымыздағы әртүрлі заттар қайсы магнитке тартыла алады екен? Тексеріп көрейікші қане? Жарай. Магнитке көптеген заттар тартылыпты. Ол неліктен деп ойлайсың, Нұртас? Оның құрамында темір бар. Сондықтан магнитке тартылады. Ал енді бұл заттар не үшін магнитке тартылмады? Оның құрамында темір жоқ. Жарайсың, Нұртас. Ендеше келесі тәжірибеге өтеміз. Бұл тәжірибемізде дәнді дақылдардың ішіне мен бірнеше шегелерді және қағаз қыстырғыштарды жасырып қойғанмын. Ал енді магниттің күшімен тексеріп көре ғой. Апай, қазір біз магниттің күшімен дәнді дақылдарды тексеретін боламыз. Жарайсың, Нұртас, өте тамаша. Ал енді су кедергі бола ала ма? Келесі тәжірибемізді жүргізетін боламыз. Бұл жерде бізге керегі стақандағы су және балық бейнеленген сурет. Оған қағаз қыстырғыштарды салып, суға салатын боламыз. Ал магнитті суға салуға болмайды, Нұртас. Магниттің күші жетпейді. Оны қалай біліп қойдың, Нұртас? Магнитті зақыстаса тартылады. Жарайсың, Нұртас, өте тамаша. Ендеше келесі көрнекіліктер арқылы магниттің күшін анықтайтын боламыз. Ал бұл жердегі ұшақ бейнесін магнитіміз қаншалықты көтере алады екен? Нұртас, тексеріп қарашы. Жарайды, апай, тексеріп көрейік. Магнитті қаншалықты алыстасаң күші жетпейді. Жақындастасаң күші жетеді. Ұшағымыз ұшты. Жарайсың, Нұртас, өте керемет. Енді келесі тәжірибеге өтеміз. Магнитті көбелекті гүлдердің үстіне қалай қондыруға болады? Бұл тәжірибемізді қалай жасаймыз, Нұртас? Магнитті жақындастау арқылы гүлдердің үстіне қондыруға болады. Ауаға көбелекті ұсынуға болады. Жарайсың, Нұртас, өте тамаша. Ал енді кезекті тәжірибеміз біздер магниттің ерекшелігін зерттейтін боламыз. Себебі біз оң және теріс бағыты арқылы магниттің күшін анықтасақ, енді екі бірдей магниттің теріс бағытын зерттеу арқылы бір-бірімен тебіледі және бір-бірін қуалайды. Ал енді магниттің күшімен бірнеше ойындар ұйымдастыруға болады. Олай болса, Нұртас, менің қолымдағы мысық тышқан ойынын магниттің күшімен ойнап көре ғой. Апай, кішкентай достармен ойнауға кеңес берем. Жарайсың, Нұртас. Олай болса, Нұртас, магнитті зерттеу бүгін ұнады ма? Иә. Жарайсың. Ал енді, Нұртас, үйде, өмірде магнитті қалай пайдалануға болады? Бейне сияқты заттар жоғалтқанда магниттің күшімен тауып алуға болады. Жарайсың, Нұртас, өте керемет. Ендеше келесі тәжірибеге дейін қош сау болыңыздар. Қош болыңдар.